Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бір стаканнан бар жоғы 10 минутта дайын болатын өте дәмді тіске басар ұсынатын боламыз. Жасалуы да өте оңай әрі қарапайым. Мен балаларыма қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Арасын қараңыздар, толықтай пісіп, осылай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал кеттік, ендеше бастайтын боламыз. Ең әуелі бізге айран қажет. Айранды ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне 2 жұмыртқаны қосамыз. Барлық заттар бөлме температурасында болғаны дұрыс. Енді осы массалардың үстіне жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Бір ас қасықтың көмегімен қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығы осылай сұйық болған кезде үстіне жаңағы колбасаны саламыз. Колбасаны осылай үккіштен өткізіп аламыз, яғни теркадан өткізіп аламыз. Және сырымызды да дәл осылай теркадан өткізіп үстіне салып аламыз. Қалауларыңызша осылай көкпияз немесе укроп қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап бір келкі болғанша бір араластырып аламыз. Енді осы массаның үстіне алдын ала илектен өткізген ұнымызды саламыз және кішкене разрыхитель қосып жақсылап араластыратын боламыз. Бізде қоймалы жың қолымызда жұмсақ қамыр пайда болады. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қаншалықты зат кетті төменде описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Енді осы қамырды маечкаға салып 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды аламыз. Біздің қамырымыз кішкене июі қанып тынып тұрды. Енді ұнымызды себе отырып, қамырымыздың үстіне де барлық жеріне ұнымызды сеуіп, осылай домалақ қылып аламыз да қамырымызды жақсылап жаятын боламыз. Осылай қолымызбен жайып, енді оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта қамырымызды жаятын боламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдауды ұмытпаңыздар. Және WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Мінекей қамырды жақсылап жайып алдық. Не қатты қалың емес, не жұқа емес. Енді қамырды осылай ұзынша қылып жайғаннан кейін теңдей етіп 2 бөлікке бөліп, және осындай ұзынша қылып кесіп шығатын боламыз. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Барлығын осылай жасап алатын боламыз. Қалауларыңызша 3-ке бөлсеңіздер де болады. Қысқа сонда тіске басарларымыз дайын болады. Мінекей осындай тіске басарлар дайын. Енді алдын ала отымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған отта, орташа отта пісіреміз. Егер де оттарыңыз қатты болып қалса, біздің тіске басарлардың арасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде орташа отта 2 беті қызарғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Жасалуы өте қарапайым, бар жоғы 10 минутта жасалады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Енді піскен тіске басарларымызды міндетті түрде осылай салфеткаға салып алыңыздар. Сол кезде артық майларын салфеткаға сіңдіріп алатын болады. Менің балаларыма қатты ұнады, сіздерге де ұнары сөзсіз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Таңғы асқа немесе түскі аса жасасаңыздар да өте керемет болып шығады. Өте жұмсақ әрі тойымды болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.